менің миым самарқау. Содан бері жарты ғасыр өтті. Жарты ғасыр. Москвада ас бөлмеде болған сол сұмдық оқиғаның мән мағынасын, астарлы сырын енді ұғына бастаған сияқтымын. Аппақ қабырғаға анық басылған балшық табан етік мөрі, замана мөрі. Қайырлы таң, құрметті көрермен, әкім Таразидің шығармаларындағы оқыс оқиғалар мен тосын сүрлеулер оқырманды ойландырмай қоймайды. Әлеуметтік желілерге шолу жасап болған соң ең көп тараған шығармасы Андрейді бірге отырып талқылаймыз. Осы әңгімені алғаш оқығанда шынымен шошып кеттім. Біздің әлі білмейтін ақ таңдақтарымыз көп екен ғой. Әкім ағаның осы шығармасын қанша оқысам да, тұла бойым түршігіп сала береді. Мықты әңгіме. Сонымен автор Голощекинді көрді ме жоқ па? Манананың осы Тараз қаласының маңында Талас қаласы ойында. Тоқтаңыз, басынан бастайық. Басында алаңсыз студент жастар, иә? Бұзық, стандартқа онша сыймайтын, жұрттың шекарасынан өтіп кететін кейбір жерде, иә? Сондай бір жастардан басталған дүние, сондай ауыр трагедияға қалай өтіп кеткенін түсінбей қаласың. Ең назарымды аудартқан жаңағы Андрей болады да, өйткені Андрей келеді да, кез келген дейді, жаңағы шендінің құлағына сыбырлайды. Сақшының, в общем, құлағына сыбырлайды да, погоны жылып алады. Содан жасып жүні жығылып қалады дейді. Сол кезде түсінбей қаласың, бұл күн сонда деген сияқты. Сол кезде ашылады оның арғы жағындағы кім екені, әкесінің кезінде ықпалды адам болғандығы. Мен бір қызық не байқадым шығармада, әкім Тарази символиканың өте шебері ғой. Оның кез келген әңгімесінде қаралсаң символиканың белгілері қатты да. Бірінші Андрей Агапов, Арик Агапов деген екі кейіпкер кездеседі. Әкім Тарази дәл осы кейіпкерді екі армяндар ғой, екеуі де бекер алмаған сияқты да. Өйткені өзіміз білеміз, жаңағы 1912 жылдары армян геноциді болды. Оларда да геноцид болған ұлттарында. Енді дәл осы екеуін алады да, ана кімді Андрейді айтады. Ол армянға ұқсамайтын Андрей армян еді деп айтады да. Яғни ол да өзінің кешегі тарихын ұмытып қалған да. Өзін қорын ұмытып қалған генотип. Сонда үлкен бір генотиптік символистік әкеледі да. Ал Арик Агапов алады да, ол ұқсайтын еді деп айтады да. Ол сәл жақын еді ана армяндарға деген сияқты. Екеуін салыстыру, сондай бір әкім Таразидің шығармашылығындағы параллель. Енді Мананаға келсек, шығармадағы үлкен кейіпкер, фигура деп айтсақ болады. Енді қарасам, Манананың түрі өзгеріп кеткен екен. Әлгінде ғана жасым 47-де деп, одан 470-темін деп отырған адам әлі болса сүйкімді. 47 деп айтпайтын, 35-тердегі 30-дан жаңа асқан әйелдей сымбатты көрінген Манананың бет жүзі аллай дүлей болып кетті. Бір түрлі қартая қалғандай, көз алдымда қартайып кеткендей көрінді. Манананың өліміне де негіз әкіммен кездесуі бір әсер еткен сияқты көрінді маған. Ал маған керісінше мынандай ой келді. Ол саяси жүйе әлі бітпеген сияқты көрінеді. Керісінше Манана ішінде әлде бір дәңе сақтап, оның заданиясы бітпеген сияқты көрінеді ана жақта. Өйткені Шая деп айтады, Шаяның осындай үйі бар деп жаңа диалогтарында айтады да. Яғни оның қалдығы бар, және ол дегеніміз Манананың санасында ғана сақталған паразит нәрсе емес қой. Ол әрбір адамның сол заманны көрген, сонда өмір сүрген адамның санасында бар деп айтады да. Ол бомба сияқты, жаңа оба ғой, Альбер Камюстің обасы сияқты санада сақталып жүреді дейді да бәрібір. Ол келесі ұрпаққа көшіп отыратындығын көрсетеді. Қазіргі мысалы 21-ші ғасырдың ұрпағы неге олар телефонға көп шұқылайды, болмаса олар неге өткен ұрпақты түсінбейді, екі бұның арасында неге үлкен период қалып қойды, бір-бірін түсінбейді. Қазір байқап olsanыз, сізді 5 жасар адамдар түсінбейді, басқа нәрсе ойлап тұрады. Шыңырау бар арада. Ақпараттық даму өте қатты жүріп жатыр да. Дәл сол нәрсені әкім Тарази ана осыдан жаңа 50-60-70 жыл бұрын ашып кеткен да жаңа. Манана бай тұрады, иә? Андрей одан келіп ақша алып кетіп тұрады. Сосын Голощекиннің де зейнетақысының басқалардікінен көбірек болғанын айтады. Шындықты білетін адамға сондай бір ауызбастырықтар болып, көп нәрсенің құпия қалуының себебі сол деп те түсіндіреді ғой, иә? Бір тұспалдап. Манана алдағы өмірінде қамтамасыз ететін үлкен дәулеті бар, бірақ ол оны байлық ретінде қабылдамайды. Неге? Өйткені ол жастығын жоғалтты, отбасын құра алмады деген сияқты сондай өмірдегі орындалмайтын өтіп кетеді ғой. Құдайдың қаһарына ұшырады. Ана кім Андрейдің әкесі, мен саған қонаевқа хат жазып беремін деп айтады. Соған бір оқып бітіргеннен кейін сөйлес деп айтады.
ана жақта кім Голошекинге хат жазып беремін деген сияқты нәрсе айтады да. Ол біздің қоғамда қатты дамыған деп ойлаймын. Ол дүние біреу арқылы шешу, бірдеңе арқылы шешу деген сияқты нәрсе. Ол жүйені сол кеңес үкіметі құрып бергендігін көрсетіп береді да. Сол жүйені бір таныс арқылы шешу деген сияқты әңгіме. Бірақ мынадай да нәрсе байқауға болады. Олар билік өкілдері ғой. Оларға хат жазылып тұр, жазғысы келіп жүр. Демек үміт бар хаттың оқылатынына, иә. Байқасаңыздар, жазушының, яғни бас кейіпкері өзі әкімнің болған оқиға деп есептесек, бұл нәрсенің жай бақылаушысы ғана болғаны қызық болып көрінеді. Армяниндар да жүрсе, оларды да көрсетеді. Сонда оларға да онда автор жазатын болса, былай айтатын еді ол кісі. Армяниндар жүр ғой, олар да өзінің геноцидтік оқиғасына бір пікір білдіру керек болады ана жақта, егер солай әркім пікір білдіру керек деген түсінікпен қарайтын болсақ ше. Бірақ олар ана жақта пікір емес, менің ойлап отырғаным позиция таныту. Әрекет. Негізі өзі әкім Таразидің басқа шығармаларында өз туралы көбінесе енді өзінің атынан баяндайды ғой. Сол кезде бұл кісі біреулермен тәжікелесіп ерегесіп қалса, сондай кезде мінез көрсетіп, төңкеріп кететін жағдайлар көп болады. Бірақ осы шығармада мейлінше енді салқынқандылықпен жазған да. Құрметті көрермен, бүгін ұсынған шығармамыз Андрей, оқыңыздар, бірге талқылайық, талдайық, әлеуметтік желілерде пікір бөлісіңіздер.